Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, витаминге толы осындай керемет салат әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен түрлі түсті қырыққабатымызды пышақтың көмегімен видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Алдын ала ыстық суымызды қайнатып, үстіне жарты қасық тұзымызды салып 4-5 минут қайнатып алатын боламыз. Енді қиярымызды турайтын боламыз. Видеодағыдай мен көрсеткендей етіп турасаңыздар өте әдемі көрінеді. Енді тұздалған қиярымыз тураймыз, солен огурцыйымызды ұзынша етіп. Қызанағымызды тураймыз ұзынша етіп. Қызыл бұрышымызды тураймыз, ұзынша етіп тураймыз. Міне біздің түрлі түсті қырыққабатымыз дайын болды. Толықтай суытып болған соң үлкен ыдысқа саламыз. Енді пиязымыз саламыз. Осындай фиолетовый пияздарыңыз турасаңыздар өте әдемі көрінеді. Жұп-жұқа етіп кесіп алатын боламыз пышақтың көмегімен. Енді кезекте цельная кукуруза, яғни бүтін жүгерілерімізді консервный алып ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Енді лимонды жуып тазалап, екіге бөліп, соғын алатын боламыз. Зәйтүн майын қоямыз. Тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз біріккенше. Енді бөлек ыдысқа алдын ала жуып тазалаған салат листімізді, салат жапырағын, яғни қолымыздың көмегімен турап салаттың бетіне қоямыз. Енді ары қарай оформление жасаймыз. Енді әркім өзінің фантазиясына қарай жасайды. Мен бальзамический кремді алып, осылай
зигзаг етіп жасадым. Міне біздің салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Назарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.